Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін 2026 жыл 8 ақпан. Сөйлеп тұрған Мерейлі Ағабекұлы. Біз енді халықтың адамы болған соң, халықтың мұңын айтамыз. Бүгінгі таңда халықтың саяси сауатсыздығы мен момындығын пайдаланып жатқан жағдай бар. Қазақта сұңғыла деген сөз бар. Бұл сөз қоғамда көп пайдаланылмайды. Көп адам бұл сөзді түсінбеуі де мүмкін. Сұңғыла деп Алламен толық байланыстағы, дініне берік, әдебиеттен, дәстүр мен саясаттан хабары бар жан-жақты жанды айтады. Ондай адамдар жақсы мен жаманды, пайда мен зиянды ажыратып келе жатқан қауіп қатерді де сезіне алады. Оны Құдай тағала алдын ала сездіріп, кім не айтып жатыр, мақсаты не, нені меңзейді дегенді біліп тұрады. Осындай адамдардың барлығын білмей, немесе мән бермей жатқандар соның зардабын шегуде. Халықтың барлығы аңқау, момын. Біздің қолымызда билік бар. Біз не айтсақ соған сенеді. Ақ дегеніміз алғыс, қара дегеніміз қарғыс деп алаяқтықпен айналысып жатқан көптеген тұлғаларды естіп біліп отырсыздар. Өкінішке орай кейбір тәртіп сақшылары мен заң органының қызметкерлері де осындай болып кеткеніне куәміз. Дәлеліміз де басшылық. Енді бауырлар, сақтанғанды Құдай сақтайды деген. Егер сіздер сұңғылалықты игергілеріңіз келсе, менің Мерейлі Ағабекұлы деген парақшамды толық тыңдаңыздар. Өздеріңіз де соған сай амал жасап, балдарыңызға тыңдатыңыздар. Сол арқылы қоғам түзелер. Егер бастарыңызға қандай да бір іс түссе, сол күннен бастап шынайы шындықпен күнделік жазуды әдетке айналдырыңыздар. Қазақта сөз бар: бір құмалақ бір тегене айранды ірітеді деген. Бұрын бізде сондай болған. Қазіргі таңда өкінішке орай бір тегене айранды бір ұжым ірітетұғын заман болды. Бірінші, өздеріңізді тәрбиелеңіздер. Сотканы жөнімен пайдаланыңыздар. Жаман нәрселерді соткаларыңыздан өшіріп, бірінші соткаларыңызды, екінші жүректеріңізді тазалаңыздар. 100 жерден жақсы адам деп көрінгеніңмен, жақсы адам болып ұрпақтарыңызды жақсы ете алмайсыздар. Сіздердің дін мен дәстүрден хабарларыңыз болып, заңды да білулеріңіз керек. Заң кодексін оқығанда тек өзін ғана емес, түсіндірмесімен оқыңыздар. Шымкентте Абай паркінің қасында кітапхана бар. Сізге тегін қызмет етеді. Кейбір иманды заңгерлер осыған халықты үгіттеп жатыр. Сіздер тым тырыссыздар. Заңды жаттап алмасаңыздар да хабардар болуға тырысу керек. Егер де бастарыңызға қандай да бір іс түссе, сіздерді 3 сағаттан артық ұстауға, жас балдарды 2 сағаттан артық ұстауға құқысы жоқ. Негізі бізде қылмыс аз. Оны көбейтіп жатқан жалған ақпарат деп ойлаймын. Жоғарғы жаққа қылмыс көп, үлгере алмаймыз дейді ау. Олар одан кейін нәтиже сұрайды. Нәтиже жоқ. Содан жала жабу мәселесі туындауда. Бәлки біреулер ақша істеуді мақсат қылар. Енді сізді жала жабу мақсатында 3 сағат ұстаса, одан кейін тыңдамай шығып кетуге хақыңыз бар. Жас балдарды 2 сағат ұстай алады. Ал енді қазіргі таңда жас баланы ата, әкесімен қоса 8 сағат ұстаған жағдайлар болуда. Кейбіреулер сұңғыла адамды танымаған, болмаса жаман сынған себепті алаяқтардың тіліне еріп, солармен бірігіп спектакль ұйымдастырып, ақша істеуді мақсат қылған жағдайларға куәміз. Сұңғыла сенің жүз көтеруіңді де қабылдамайды. Кешегі қариялардан естіген хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, егер саған кімде-кім қандай жолмен, қандай жағдаймен қиянат қылса, сен сондай жолмен қорған және сақтан деген дейді. Сондықтан кейбір сұңғыла адам, ол адамдардың нақты кім екендігіне көз жеткізу үшін заң білмеген болып, анықтауы мүмкін. Сұңғыла адамды бәрібір алдай алмайды. Себебі оның байланысы тек Құдаймен болады. Бабаларымыз айтады, адамның айтқаны болмайды, Құдайдың дегені болады. Сондықтан ол адам еш уақытта жеңілмейді. Егер бір адам сұңғылаға қызметін пайдаланып зиян келтірмекші болса, Құдай тағала ескертпейінше ештеңе істемейді. Бүгін қиянат қылса, ертеңіне, сенің тәңірің қызметің болса, онда мә деп ойламаған жерден комиссия келіп қояды. Жүрегінде иманы бар адам, мына мұсылманға қиянат қылып едік, бірден ескертті ғой, охо дейді. Имансыз адам оны бір қалыпты жағдай көреді де соры қайнайды. Әсіресе заң саласындағы адамдар түрмеге осылай түсуде. Дәстүрлі діни тәрбие көрген жас баланың ұяңдығын пайдаланып,
қоғамдағы болып жатқан келеңсіздіктерді оған жауып, тағдырын тәлкекке салуды мақсат қылған адамдардың ортасында өмір сүрудеміз. Жақсы жасөспірімді жаман қылып шығару мақсатында жала жауып жатқан жағдайлар бар. Мысалға, 3 арыз бар, оның екеуінің дәлелі камераға түскендігі дейді. Біреуінің дәлелі жоқ. Бірақ та олар 3 арыз, 3 видео деу арқылы сізді сендіруге тырысады. Бір емес, бұл сөзді бірнешеуі келіп қайталай береді. Сізді ұрпағыңызбен шақыстырып, мақсатына жетпекші болады. Енді 2 видеоның бірі рас болып, екіншісі жасанды интеллекті болуы мүмкін. Өйткені интеллекті суреттерден құралған себепті аралары әртіс-тәтіс болып тұрады. Аңғаруға болады. Осыған алданбаңыздар. Бұл жағдайға нақты дәлеліміз бар. Одан кейін баланың мектептегі психологы, сынып жетекшісі, оқу ісі жөніндегі орынбасар келіп, шындықты айтады. Соңында солардың өзін теріс пиғылда жұмыс істеуге үгіттейді. Егер олар иманды болса, сөздерінде тұрады. Иманы әлсіз болса, алдануы мүмкін. Кейбір заң қызметкерлері заңмен қызмет атқармайды, бірақ заңмен халыққа қоқал-лоққы жасайды. Одан кейін алаяқтығы суретімен дәлелденсе, жариялап тұру керек. Қазір алаяқтар кейбір әділетсіз заң қызметкерлеріне қызмет етуде. Олардың белгісі, олар іште соткамен жүре береді. Ал сіздерді соткамен кіргізбейді. Одан кейін олар жәбірленуші бола салады. Жәбірленуші бір қыз камераға түссе, соның өтірік әкесі бола салады. Іште телефонмен жүріп, сенің нөмірін сұрап жазып алып, прослушкаға береді. Егер иманды тергеуші болса, әр камераны бөлек-бөлек түсіндіріп сұрақ қояды. Имансыз тергеуші болса, бірімен бірін сапылыстыруға әрекет етеді. Енді ондай жерлерде камералар көп болады. Ол дұрыс. Халық соған қарап әділдіктің ордасы деп түсінеді. Енді менің естуімше, ол тікелей Астанамен байланыста дейді. Бірақ бұлар өздерінің қателіктерін өшіру үшін техникалық ақау болды деп өшіруі де мүмкін ау деп ойлаймын. Өйткені бұлар қателікті қаймықпай істейді. Егер сіз басында түсінгің келіп тыңдап отырсаң, оны ақымақтық көреді. Енді әділетсіздікке көзің нақты жетіп, заңдылықты талап етсең, "Ей, бағана сен басқаша едің ғой, неге өзгеріп жатырсың?" деп түсін суытып, сені ұрарманға келеді. Атың кім десең, атын өтірік айтады. Қызметтік куәлігіңді көрсет десең, көрсетпей тең дейді. Көшенің балдары сияқты. Осының бәрінен қорқып қалмауыңыз керек. Камераға түсіп тұрсың ғой сен десең, барып бұрылып қашады. Енді қарапайым халық тағдыры тәлкекке түскелі тұрған соң, әділдікті, шындықты қалап, құқығын қорғаса, бұлар тергеу ісіне кедергі келтірді демеуі керек деп ойлаймын. Жасанды интеллектіні заман ағымына қарай иманды адамдар дұрыс пайдаланса, имансыз адамдар өз пайдасына пайдалануда. Мысалға, алдыңызға 2 камераға түскен нәрсені қойып, мынау сізсіз десе, дұрысын дұрыс деп, дұрыс емесін дұрыс емес деп мойындамауға хақыңыз бар. Ал егер осылар айтып тұр ғой деп сене салсаңыз, өмір бойы өкініште қаласыз. Бізде халық арызды жергілікті жерге жазып отыра береді. Ол да дұрыс шығар. Егер шығып жатса, сіз бірден Астанаға министрлікке тіркелетін жағына көшуіңіз керек. Енді қазіргі таңда қоғамдағы немқұрайлықтың кесірінен біреуге жала жабылса, соза беріп, соны шындыққа ұқсатып жатқан жағдайлар да бар. Ал бірақ сұңғылаға ол жүрмейді. Оны бұлар мойындай алмайды. Сұңғыланың ісін созған сайын, бұлардың қателіктері ашыла береді. Себебі өтірік өрге баспайды. Уақыт әділ қазы деген сөзді Құдай Тағала растап береді. Өйткені оның байланысы Құдаймен. Олардың істеген зиянын Құдай Тағала сүйікті құлының пайдасына шешіп береді. Сол үшін сұңғыла болып, ұрпағымызды соған сай тәрбиелеуіміз керек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сақ болайық ағайын. Аман болыңыздар.